Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы тымақ. Мәтінді оқып берем, мұқият тыңдаймыз. Қазақта тымақтың түрлері көп. Ең бағалысы түлкі тымақ. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкінің терісі тігіледі. Сырты асыл маталармен сырылып тысталады. Тымақтың төбесі киізден құралып, шошақ болып келеді. Жалпы 29 сөз. Диктантымызды бастаймыз. Қазақта тымақтың түрлері көп. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Ең бағалысы түлкі тымақ. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкінің терісі тігіледі. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Сырты
Asıl. Matalarmin. Sırılıp. Tыстaladı. Söylem аяқталды. Жаңа сөйлем. Тымақтың. Төбесі. Киізден. Қоралып. Шошақ. Болып. Келеді. Сөйлем аяқталды. Оқушылар, осымен диктантымыз бітті.